Мемлекет басшысы кәсіпкерлердің құқығын қорғау жөніндегі уәкіл Қанат Нұровты қабылдады. Оның айтуынша, кәсіпкер құқығының бұзылуына қатысты 3000-нан астам шағым түсіп, оның шамамен 2000-і бойынша оң шешім қабылданған. Нәтижесінде 20 миллиард теңгеден астам шығынға жол берілмеген. Жалпы арыз шағым 12%-ға азайып отыр. Кәсіпкерлік қызметті реттейтін нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер енгізуге қатысты бірқатар ұсынысын жеткізді. Қасым-Жомарт Тоқаев кәсіпкерлердің құқығын қорғау стратегиясын жүзеге асыру аясында қордаланған проблемаларды шешуге бағытталған бірқатар тапсырма берді. Мұнан соң мемлекет басшысы Қазақстан инвесторлар қауымдастығының төрағасы Болат Ақшолақовты қабылдады. Президентке қауымдастық қызметінің басым бағыттары мен негізгі бастамалары таныстырылды. Бұл ұйым мемлекет басшысының ақпан айындағы ірі бизнес өкілдерімен кездесуде берген тапсырмаларына сай құрылған. Сондай-ақ мемлекет басшысы ішкі істер министрі Ержан Сәденовті қабылдады. Президентке еліміздегі қылмыстық ахуал мен ішкі істер органдары жүзеге асырып жатқан заң мен тәртіп қағидатының орындалуы баяндалды. Биылғы 7 айда қылмыс саны 9000-ға азайған, ауыр және аса ауыр қылмысқа қатысы бар 146 қылмыстық топ жойылды. Іздеуде жүрген 956 адам ұсталған. Интернет алаяқтыққа қарсы іс-қимыл аясында 6 кол орталық жойылған, 67 миллион жалған қоңырау мен 3000-нан астам алаяқтық сайт бұғатталды. 11 тоннадан астам есірткінің айналымға түсуіне тосқауыл қойылып, 19,5 мың есірткі сайты бұғатталды. Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздегі құқықтық тәртіп пен қоғамдық қауіпсіздікті одан әрі арттыруға қатысты бірқатар міндет жүктеді.